Қылғаламышындағы сыр сандық, тәлім мен тәрбие, болмыс пен жазымыш, ұлттың ұлылығы, даналықтың бесігі. Дара тұлғаның есімі, әлемдік мәдениетке қосқан еншіміз, Қазарт бағдарламасында. Еуразияны еркін жайлаған азат ел, салтатты сұңғыла сарбаз. Қаруы әрқашан жанынан табылған ежелгі тайпа. Қылығы хас сұлуға жарасқан бойжеткен. Төрт құрбы кездесіп, сырласып тұр. Табиғатқа ыңғайлы етіп жасалған ақ боз үй. Жер әлемді ат тұяғымен дүбірлетіп, найзаның ұшымен бағындырған сақтардың бір сәттік өмірінен қас қағым картина. Бұл жас суретші Дәурен Бекназаровтың ата-бабаларымыздың өткеніне арнаған «Тәуелсіз елдің тарихы» атты триптихі. Сақ замандағы көшпенділердің, біздің ата-бабаларымыздың мысалы, олардың тарихы, әдет ғұрпы, олардың киім киюі, жалпы сол мәдениетті мен оның үстемдік етіп, сол заманда бүткіл Евразияны билеп тұрған кезі ғой, сақ заманы. Сол кезде сөйтіп ол жерде мысалы қарулы атты адамдар, ол жерде алтын адамның образы бейнеленіп, содан кейін берелден табылған мысалы аттар, оның үстіндегі безендірілген, алтындалған неше түрлі әшекейлер. Сол бәрі тарихи деректерді соны жинап отырып, содан құрастырылып, мына композиция орындалған. Тарихи деректер бойынша сақ тайпасы біздің дәуірімізге дейін 1000 жыл бұрын өмір сүрген. Зерттеушілер соңғы уақытта жауынгер халықтың тек көшпенді мал шаруашылығымен ғана айналысып қоймай, отырықшы өмір сүргені жайлы деректер табуда. Археологтар Қазақстан аумағындағы сақтардың қорымынан алтынмен апталып, күміспен қапталған аттың небір түрлі әбзелдерін тапты. Дәуреннің суретінде осы бұйымдардың барлығы көрініс берген. Дәурен тарихқа үңілу, ол жұмысты істерден алдын қанша архивтерде жұмысты деді, кітапханаларда ізденіп, соның әр элементтер, оның қалқаны, қару-жарағы, оның сауыты қалай болған сол кезде. Сондықтан себебі біздің көршілес Қытай еліміз бар, басқа қыпшақтар, жоңғарлар бар ғой. Солардың арасынан өзінше бір біздің ұлттық ерекшелік сауыттарды соны көрсетуге тырысқан өз жерде. Өзіміздің бір ерекшелігіміз, мысалы, Қытайға кетіп қалмайтындай болып, әлде болмаса Европа жақтағы жаңадегі славяндар дейміз ғой, соларға кетіп қалмасын деп, өзінше бір ерекшелігімен өзі ұлттық бір сипатта көрсетуге тырысқан. Келесі картинаның арқалаған жүгі Орасан. Бұл біздің бабаларымыздың 5-7 ғасырдағы кезін қамтиды. Қытайға бодан болған түркі халқы күлтегінің соңына еріп, азаттыққа қол жеткізген. Ат үстіндегі батырлар сауыттарын әлі шешпеген. Артқы планда түркілердің тарихы қашалған бітік тас қарауытады. Көз жетпес алыста салтатты сарбаздардың шаңына жұтылып, мұнаралар мен мұндалайды. Жорыққа шыққан батырлардың алдында көкбөрі жол бастап барады. Бұл бүкіл түркі жұртына ортақ төтемнің белгісі. Ортада тұрған, мына ағатта, ақбозатта тұрған ол біз өзіміз күлтегіннің образы о жерде бейнеленген. Күлтегін өнекейін түркі заман кезінде бүткіл Еуразияны, мына шығысы Алтай болса, мына батысы Араб елдеріне дейін жайлап жатқан түркі мемлекеті сол замандағы өзінің мәдениеті мен оның сондай мықтылығы, соның сондай бір мемлекет болып құралып тұрғандығы осы картинада Күлтегіннің образы арқылы және оның ақбозатқа отырғаны, үстінде желбіреп тұрғандағы жалаулардың көрінісі арқылы кейін қарулы
жаңағыдегі жауынгерлерді арқылы оның күшін, оның мықтылығын сол замандағы билеуші ретінде көрсеткісі келіп, сондай бейнеленген. Дәуреннің туындыларында композиция күтпеген кескіндерге құрылып, сюжеттік мәні шым-шытырық. Дүбірлеген ат тұяғы құлаққа келсе, екінші сәтте ұлы халықтың бақытқа шомылған ұлыстығын көреміз. Үшінші шығарма түркілердің бел баласы қазақ халқының өміріне құрылған. Әдегеннен Түркістандағы Әзірет Сұлтан кесенесі көзге ұрады. Жүк артқан керуен ұлы жібек жолымен батысқа бет түзеген. Бірінші қатарына қарасаңыз, өзіміздің үш биіміз отыр. Үш биден бастап Абай Құнанбаевтың образы о жерде бейнеленген. Кейін о жерде мысалы артқы планға өтетін болсақ, о жерде Ахмет Яссауидің жаңағыдегі кесенесінің образы сол бір бұлыңғыр ретінде ары көрсетілген. Қазақ жерінде туып, ұлттың мақтанышына айналған тұлғалар әр түрлі ғасырда дүниеге келген. Әл-Фараби мен Ұлықбек, Абай мен Бейбарыс, Әйтеке, Қазбек және Төленің образдары нанымды шыққан. Көк аспанда қалықтап, жер үстінен жемтігін тіккен қырамда азаттықтың, бостандықтың жаршысы іспетті. Тағдырдың қазаққа берген бақытын әлемге жар салып, саңқылдап бара жатқандай әсерге бөлейді. Дәуреннің триптихі қазір өнер туындысы ғана емес, патриоттық тәрбие беретін құралға айналған. Дәурен тек акварель ғана емес, кенепке майлы бояумен де суреттер салады. Сондай шығармасының бірі «Жолаушы» деп аталады. Ұшақтан қалып қойған әйелдің бір сәттік эмоциясы кенеп бетінде жыр болып төгілген. Шабаданын жерге қоя салып, мысығына бар мұңын шағып жатқандай. Дәурен о жерде өзінің бір көзқарасыменен әйел адамды образ шығарды. О жерде оған қосымша мысалы жанына чемодан қойды. Оның қолынан мысық ұстатты. Сөйтті да оның мысық пен чемодан отырған кезде жалпы образ әлі де ашылмайды. Себебі әртүрлі адам ойлап қалып келген. Сондықтан оның артқы планға ол ұшып баратқан самолет мысалы да жаңағыдегі кеңістікті көрсетеді. Дәуреннің картиналарында бояулар сан құбылып, салып отырған суреттің ішкі мазмұнын барынша айшықтайды. Ұмтылуға шақ қалған замана келбетін, түстердің солғын да салқын реңкпен берген. Ең бастысы, суретшінің картиналары уақыт пен кеңістікке толық бағынышты. Сондықтан бояудың кез келген түсі жыр дастанның ұйқасына ұласқан. Дәуреннің енді бояу түсіне келетін болсақ, бояу түсі өзіміздің мына тұрақты еліміз, жұртымыз, топырағымыз деп айтамыз ғой. Сондықтан бұл жерде көбінесе күлгін, күміс түсті дейміз ба? Күміс қой бұл жақта, күміс. Сондықтан бұл жерде көбінесе кішкене күлгін болып келеді. Өнен кейін әртүрлі жарық түстер. Себебі қалай болғанда да бұл жерде бізде күн көп. Аспанымыз жаңағыдегі айтамыз ғой, көз Европамен салыстырған кезде, олардың түстерімен бізді салыстырған кезде бізде бәрі жарық түстерден келеді. Сондықтан бұл жерде бәрі көбінесе жарық түстер арқылы, контрасттар арқылы көрсеткен. Біз сөз еткен картиналар Алматыдағы Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академиясының фойесінде ең құрметті орынға қойылған. Жас суретші болса, қазір шығармашылық жұмысқа кіріскен. Алдағы уақытта Дәуреннің есімі шет елдің өнер танушыларын тәнті етуі тиіс.